Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен американдық тортильяның рецептісімен бөлісемін. Бізге керекті ингредиенттер 4 жұмыртқа, петрушка, черри қызанағы, болгар бұрышы және де 200 грамм творог, паприка, тұз және де дөңгелек кішкентай лаваш. Ең алдымен осындай дөңгелек лавашты аламыз да видеодағыдай дөңгелек форма жасаймыз. Достар, лавашымыз жұмсақ болу керек. Келесі начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай кувшинға 4 жұмыртқамызды саламыз. Достар, келесі жұмыртқаның үстіне 200 грамм творогымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Осындай формамызды дайындап, ішіне кесілген лаваштарымызды жақсылап әдемілеп саламыз. Достар, бұл американдық тортилья өте керемет, дастарханға сән береді және де сіз қаншама уақытыңызды үнемдейсіз. Достар, формамызға салып, тортильяның лавашын салып алдық. Достар, келесі дайындап қойған начинкамызды осылай лаваштың ішіне құйып шығамыз. Достар, келесі тұзымыз бен паприкамызды әрбіреуіне сеуіп шығамыз. Енді туралған болгар бұрышын әрбіреуіне екі-екіден салып шығамыз. Болгар бұрышын салған соң, туралған черри қызанақтарын саламыз. Достар, тортильямыздың үстіне петрушкамызды немесе шпинатымызды видеодағыдай салып шығамыз. Достар, тортильямызды 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, менің тортильям дайын. Мені қолдап, маған тіркеле кетіңіздер.